Шерхан Қалмырза қазақстандық футболдың жаңа жұлдызы. Шерхан Қалмырза болашағынан зор үміт күттіретін қазақстандық қақпашы. Ол бүгінде үлкен спортқа сенімді қадам басып, жасындай жарқыраған жетістіктерімен танылып келеді. 2025 жылдың қыркүйегі жас спортшының өмірінде бетбұрыс кезеңге айналды. Чемпиондар лигасының негізгі кезеңінде өнер көрсету арқылы ол өзіне жаңа көкжиектер ашып қана қоймай, туған клубы Қайраттың да тарихи жетістігіне үлес қосты. Шерхан Қалмырза 2007 жылдың 15 маусымында Қазақстанда дүниеге келген. 2022 жылы ол Қайрат жастар командасына қосылып, 2 рет Қазақстан жастар лигасының жеңімпазы атанды. Сондай-ақ 2024-2025 маусымында 2 мәрте УЕФА жастар лигасында алаңға шықты. 2024 жылдың соңына қарай 17 жасында Шерхан Қайрат жастар сапына ауыстырылды. 2025 жылдың 17 сәуірінде Хан Тенгриге қарсы матчта дебют жасап, командасына 4-1 есебімен жеңіс әкелді. 2025 жылдың 20 тамызында Глазгодағы Селтик паркте өткен Чемпиондар лигасының іріктеу ойынында ол қосалқы құрамда болды. Негізгі қақпашы Александр Заруцкий жарақат алған соң алаңға шығуы мүмкін еді. Бұл сәтте камераға түскен қобалжулы бейнесі жанкүйерлер арасында әзіл оспақ мемдерге айналды. Алайда Шерхан кейін бұл әңгімелерді жоққа шығарды. Темірлан Анарбеков маған бауырдай, ол жарақат алған сәтте уайымдадым. Ал алаңға шығуға ешқандай қорқыныш болған жоқ, мен дайын болдым. Және өзімді сенімді сезіндім, деді ол матчтан кейін. 2025 жылдың 14 қыркүйегінде Шерхан Қазақстан премьер лигасында алғаш рет негізгі құрамға ойнады. Ақтөбеге қарсы ойында жарақат алған Темірлан Анарбековтың орнына бірінші таймда қақпаны қорғады. 2025 жылдың 26 тамызында Алматыдағы орталық стадионда өткен Қайрат пен Селтик арасында шешуші іріктеу ойынында қазақстандық клуб пенальти сериясында 1-0 есебімен жеңіске жетіп, тарихта тұңғыш рет Чемпиондар лигасының топтық кезеңіне жолдама алды. Бұл ұлттық футболдағы айтулы оқиға болды. 2025 жылдың 18 қыркүйегінде Қайрат пен Португалияның Спортингі кездесті. Жарақат алған тәжірибелі әріптестерінің орнына Шерхан бастапқы құрамда алаңға шықты. Ойынның 20 минутында төреші пенальти беріледі. Португалиялық Мортен Юлманның соққысын Шерхан тамаша сейфпен қайтарып қақпасын құтқарып қалды. Осылайша ол 18 жасының 95 күнінде Чемпиондар лигасында пенальти қайтарған ең жас қақпашылардың бірі атанды. Бұл рекорд бойынша ол тек 2017 жылы дәл осындай жетістікке жеткен серб қақпашысы Миле Свиларға ғана жол берді. Шерханның Instagram парақшасы бар. Ол көбіне футболға қатысты суреттер мен жаңалықтарды жариялайды. Жеке өмірі туралы сыр көп ашпайды. Қақпашының бойы 187 сантиметр. Шерхан Қалмырза жасына қарамастан ұлттық футболдың сенімді болашағы, оның еңбекқорлығы, сабырлығы және алаңдағы батылдығы қазақстандық жанкүйерлерге үлкен үміт сыйлайды. Чемпиондар лигасында алғашқы жетістіктері оның мансабында жаңа белестердің бастамасы екені сөзсіз.